олар өздерінің жымысқы идеологиясын ел ішіне тарату үшін түрлі құйтырқы әрекетке барады. Мақсаты жұртты тамырынан ажырату, ең алдымен өтірік уағыздарының әшкере болып қалмау үшін соңынан ерген жамағатты мешіт имамдарын тыңдамауға шақырады. Деструктивті діни ағым өкілдерінің басты оппоненті дәстүрлі дін өкілдері, яғни имамдар мен ұстаздар. Исламның классикалық білім көзінен сусындаған тәжірибелі маман кез келген радикалды көзқараспен адасқан пікірдің тамырын дөп басып, ақ-қарасын ажыратып береді. Сондықтан діни сауаты төмен жастарды өз қатарына қосуды қалайтын әлгі топ шындықтың шырағданы болған имамдарды айналып өтуге тырысады. Оларды бидғатшы, сүннет жолымен жүрмейді деп айыптау арқылы өз тобырын мешіттен аулақ жүруге үндейді. Сонымен бірге деструктивті ағым өкілдері қазақ халқының дәстүрлі исламмен біте қайнасқан салт санасын мойындамайды. Мысалы, Құдай ас беру, Құран оқыту, ата-бабаны құрметтеу, жеті ата, бата, наурыз сияқты дәстүрлерді дінге жат деп олардан бас тартуға шақырады. Қазақы дүние танымынан, тарихынан, дәстүрінен, әдет-ғұрпынан қол үзген адамның санасына өз идеологиясының дәнін себу жеңіл. Олар айдағанға көнгіш, айтқанға сенгіш. Бүгінгі діни адасушылықтың кәдуілгі көрінісі осындай. Одан қорғану мен сақтанудың жолы да қарапайым. Сыни ойлау қабілетін ояту, діни сауаттылықты арттыру және сенімді дерек көздерді ғана пайдалану. Бұл қоғамда алауыздық тудырып, ұлт іргесін шайқалтудың алдын алатын маңызды міндет.